Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді жаңа жылдық дастарханның көркін ашатын мусты пирожный шишка дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып видеоны соңына шейін көріңіздер. Ең алдымен конфи дайындауымыз қажет. Ол үшін желатинімізге салқын судан құйып, қасықпен жақсылап араластырып, 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Яғни желатиніміз ісіну қажет. Конфи деген сөзден қорықпаңыздар. Конфи дегеніміз біз білетін кәдімгі желе. Пешке қоятын ыдысымызға малинамызды саламыз. Менде морозилниктен шыққан малина. Сонан соң құмшекерімізді салып, жай отқа қоямыз. Осы массамызды үнемі араластырып отырамыз. Қайнаған соң тағы да 5 минут қайнатып, пештен аламыз. Малинамызды қайнатып болған соң блендердің көмегімен пюре жасап езіп аламыз. Малинаны дәнектерінен айыру үшін осылай ситамен өткізіп алсаңыздар болады. Малина пюресі дайын болды. Енді оған ерітілген желатинді қосамыз. Желатиніміз 20 минут тұрып ісінген. Сонан соң оны микроволновкаға 2-3 секундқа қойып ерітіп аламыз. Желатин қайнатпаңыздар, оны қайнатуға болмайды. Өзінің қасиетін жоғалтып алуы мүмкін. Желатинімізді осылай пюремізге қосып, барлығын араластырып аламыз. Біздің конфиіміз дайын болды. Оны осындай мини трюфель деген формаға құямыз. Конфиімізді морозилникте қатқанша ұстаймыз. Менде 2 сағат тұрды. Конфиді алдын ала дайындап, морозилникте 1 айға шейін сақтай берсеңіздер болады. Бірақ пищевой пленкамен міндетті түрде жақсылап орау қажет. Бисквит дайындау үшін бір жұмыртқамызға құмшекерімізді, шым-шым тұзымызды салып, венчикпен араластырамыз. Сүтімізді қосып араластырамыз. Және де барлық құрғақ ингредиенттерімізді өзара араластырып, міндетті түрде електен өткіземіз. Жалпы массамызға қосып, тағы да бір рет венчикпен араластырамыз. Соңынан сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құямыз. Бір тегіс етіп жайып, қызып тұрған духовкаға дайын болғанша пісіреміз. Біздің коржымыз дайын болды. Енді оны жақсылап суытамыз. Мусты пирожныйымызды осындай формаға жасайтын боламыз. Бұл форманы мен AliExpress сайтынан алған болатынмын. Толығымен суыған коржымызды дөңгелектеп кесіп аламыз. Біздің конфилеріміз қатты, ол формадан өте оңай шығады. Барлығын шығарып, дайындап аламыз. Шоколадымызға ыстық сүтімізді құйып, толықтай шоколадымыз ерігенше араластырамыз. Алдын ала бұқтырылған желатинімізді микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Және шоколадымызға қосып, араластырып, бір шетке суытуға қойып қоямыз. Мұздай холодильниктен шыққан 33-35% сливкиімізді миксерлейміз. Еріген балмұздақтай болған кезде миксерлеуді тоқтатып, шоколадымызды, суыған шоколадымызды біртіндеп құя отырып, лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай абайлап араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады, бірақ миксерді қолданбағандарыңыз дұрыс. Формамызды қатты тақтайдың үстіне қойып аламыз. Мусымызды жартылай етіп құйып шығамыз. Сонан соң конфиімізді саламыз. Мусымыздан қайтадан құйып, соңынан корждан жабамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, кем дегенде 12 сағатқа морозилникке салып қоямыз. Біздің мусты пирожныйларымыз толығымен тас сияқты қату керек. Тас болып қатып қалған пирожныйларымыз формадан оңай шығады. Оның сыртын велюрмен қаптайтын боламыз. Велюрдің рецепті менің YouTube каналымда бар. Описаниеда ссылкасын қалдыратын боламын. Пирожныйларымыз 2-3 сағатқа ерітіп аламыз. Еріген соң дәмін көреміз. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің және жақындарыңыздың көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін.